Сәлем достар, жаңа жылдарыңызбен. Көп созбай уәде берген сұрақтарыңызға жауап берейін. Бұл аудио кітапшамды жақын адамдарым үшін жаздым. Сағат түнгі 2. Бәрінің аудио кітапшасын тыңдап отырмын. Барлық блогер аудио кітапша жазып қойыпты. Мен неге шығармасқа? Сіздер білмейтін Аяжанның сырларын неге айтпасқа деп ойланып отырып жазуды жөн көрдім. Мен туралы білмейтін сұрақтарыңа жауап ретінде қабылдаңыздар. Ал мен бастайын. Менің шын есімім Аяжан. Көбісі біле бермейді екен. Туған күнім 3 ақпан 2003 жылғымын. Туған жерім Тараз қаласы. Қазіргі таңда Алматы қаласында тұрамын. Оқуым да, жұмысым да осы жерде. Мектепті Тараз қаласында бітіргенмін. 36-шы орта мектепте оқығанмын. 9-нан кейін колледжге оқуға түскенмін. Өте еркемін, үйдің жалғыз қызы болғандықтан. Екінші сұрақ, ол Дарханмен неге айырылыстыңыздар? Әлі де осы сұрақ тыйылар емес. 1 жыл өтті ғой. Мен барлығын айтамын, бірақ осыдан кейін Дарханды сұрамауларыңызды сұраймын. Таныстығымыздан бастайын. Менің жасым 15-те болатын. Тараз қаласында тойда билеп, өлең айтатынмын. Билегенді қатты жақсы көремін. Хоббиім ғой. 5 жасымнан Баласағұн мәдениет сарайына қатысқанмын. Спортпен айналысқанды да жақсы көремін. Таэквондоға қатысқанмын. Жарыстарға барып тұратынмын. Медальдарым да бар. Әлі де қатысқым келеді, бірақ мүлдем уақытым жоқ. Ал Дарханға келетін болсақ, бір күні Арнұрмен киноға баратын болдық. Екеуміз ғана емес, жаман ойлап қалмаңыздар. Достарымызбен барған болатынбыз. Сыртта тұрған болатынбыз, сеансымызды күтіп. Сол кезде Дархан мен Заманбек келіп, амандасып, сөйлесіп тұрған. Мен шетте ұялып тұрдым. Арнұр мені таныстырды. Сосын келесі күні инстадан жазған болатын. Арнұр көп баламен сөйлестірмейтін. Ағам ұрсады деп, айт деп ұрсатын. Қарындасындай көретін. Ары қарай сөйлесіп жүрдік. Бір күні вайынға шақырды. Ең алғаш вайыным болатын. Астана парк жақта түсірдік. Менің ойымда еш нәрсе жоқ қой, жай ғана доспыз деп жүрген болатынмын. Тағы вайындарға шақырып жүрді. Сөйлесіп жүрдік. Негізі күнде вайын түсіретінбіз. Дархан ешқашан ерінбейтін. Вайын түсіргенді жақсы көретін. Өзі сценарийді жазатын. Өте еңбекқор десем қателеспеймін. Өзімде қалай ұнатып қалғанымды білмей қалдым. Негізі бір сөзі үшін ұнатып қалған етінмін. Ол мен сенің анаң да, әкең де, ағаң да бола аламын, уайымдама деген етін. Және жақсы бір қасиеті ішіп шекпейтін, сол қасиеті жүрегімді жаулап алған еді. Ол кісі инстаға қарындасым, досым деп салатын. Көбісі жүретінімізді білмеді. Қатты қызғаншақ болатын. Тойдан да шығарып алды. Бейтобын өзіме ашып берді. Уақыт өте келе қатты жақсы көріп қалдық. Анасымен таныстым. Өте жақсы кісі. Ашық, өмірі күліп жүреді. Ақ жарқын, ақ көңіл кісі. Чай ішіп, әңгіме айтып, бұрынғы Дарханның кішкентай кезіндегі білдіріп қойған қызық оқиғаларын айтып беретін. Мен Дарханға соларды айтып күлетінмін. Ол ұялып қалатын. Өте ерке болып өскен. Атасы азанда сабаққа барар да, ұшақ ұшып баратыр, аузында аш деп аузына нан мен майын, чайын беріп, сабаққа апаратын. Ағасы ақ тілектің велігі болатын. Соның артына мініп алып, екеуі сабаққа баратын дейтін. Көп әңгімелер айтқан, өте бұзық, ағасына қарағанда шустрый болатын дейтін. Бірақ екеуі де еңбекқор, ішіп шекпейді деп мақтап отыратын. Үнемі Дарханның кесірінен ақ тілекті ұрып қоятынмын дейтін. Ол сұтылып шығып кететін. Келесі күні әкесімен де таныстым. Өте прикольный кісі. Ұялып жүрдім, өте кішкентаймын. Көп әңгіме айтпадық, не істерімді білмеймін де. Жаңағы еркелетіп сабаққа жіберетін атасымен де таныстым. Сол күні қонаққа келген, бізде съемка күні етін. Руымды сұрап, жасымды сұрап, әңгіме айтып отырдық. Атасы да өте прикольный кісі. Бәрін күлдіртіп отырады.
Атасы қателеспесем математикадан сабақ берген бе, математикаға өте жақсы етін. Дархан сол атасынан ауымайды. Аты Жолшыбек. Отбасы ұнады, өте жақсы кісілер. Жақсы қарсы алды. Бірақ біздің үйдегілер қарсы болды. Неге? Өйткені мен кішкентаймын. Саған әлі ерте, сабағыңды оқы дейтін. Бұлай айтқанда Дарханмен жүруіме қарсы етін. Жігітпен жүру саған ерте деп. Не істейміз? Бір-бірімізді қатты жақсы көріп қалғанбыз. Махаббат қой. Сонымен уақыт өте келе достарымен, туысқандарымен таныстым. Барлығы өте жақсы кісілер. Анасына қатты ұқсайтынмын. Инстада барлығы солай айтатын. Келіні ененің топырағынан қатты ұқсайды екенсің дейтін. Өзіме қатты жақын тарттың. Бауыр басып та қалдың. Өте ақ көңіл кісі. Сонымен жазда үйленеміз деді. Үйдегілер түбегейлі қарсы болды. Туысқандар не ойлайды? Әлі кішкентайсың, тағы да ойлан деді. Мен қатты жақсы көрем, еш нәрсеге қарағым да келмей, тұрмысқа шығып кеткім келген. Бірақ апамның сөзі жүрегіме қатты тиген еді. Сөзінен аттап өткім келмеді. Дарханға да айта алмай жүрдім. Не істерімді білмедім. Алматыға көштік. Оқуым да сол жаққа ауыстырдым. Үйдегілер қарсы болмады. Өзім де Алматыда оқығым келетін. Айтпақшы, апамның не айтқанын айтайын. Менің саған деген тәрбием осындай болды ма? Оқуыңды оқып, дипломды қолыма әкелемін дегенің қайда? Алдыңа үлкен мақсаттар қойып, армандарымды орындаймын дегенің қайда? Ерте үйленуге түбегейлі қарсы етін. Бәрі өз уақытымен болғанын қалайды. Кішкентай жастық шағымды ұрлағанын қаламаймын. Студенттік өмірің бар, жігітпен де жүріп үлгересің. Жұмысыңды да жаса деген етін. Өмір бір-ақ рет беріледі, барлығын өзінің уақыты бар, өз уақытымен көрген қызық. Үйленетін жаста келеді, оған да әлі жетерсің. Өзімнің басымнан өткеннен кейін айтып жатырмын. Сен менің басымнан өткен қиыншылықтарды көргеніңді қаламаймын. Баласың ғой әлі. Үйленген өте қиын. Бәріне дайын болып баруың керек. Артыңнан сөз жүрмейтіндей тамақ жасап білу керексің. Отбасылық өмір өте қиын. Ол үлкен өмір. Ол саған ойыншық емес. Сен әлі дайын емессің деп айтқан еді. Қасымда да біраз қалшы. Енді көрер көрмейтінім белгісіз деп жүрегімді елжіретіп жылатып жіберді. Кешіріңіздер. Сөзімді аттап өтіп кетпейтініне сенемін деді. Осы сөздер көкейімді тесіп бірнеше күн ұйықтатпады. Апам үшін өлуге де дайынмын. Осы сөздерінен кейін үйленгім де келмей қалды. Жаман ойлап қалмаңыздар. Дарханды үнемі мақтап отырады. Өте пысық, жақсы жігіт деп. Әлі де солай айтады. Жақсы көреді. Мен үйдің жалғыз қыз болғандықтан жібергісі келмеді. Апамның қолында өскен қызбын. Апамның қызымын. Апасының қыздары түсінеді. Мұндай сөздің ауыр екенін. Тағдырым Айда Серикова деген блогер қызға ұқсас екен. Ол кісіде дәл осындай жағдай болған екен. Кеше барлығын аудио кітапшасын тыңдап шыққан болатынмын. Түнімен сөйлескен болатынбыз осы үйлену туралы. Көзіне жас аққанда өзімді қоярға жер таппадым. Көзінің жасына өзімді кінәлі сезіндім. Апамды тастап кеткім келмеді. Дарханмен жүрмеймін, ұмытып кетермін. Уақыты келгенде үйленермін деп шешім қабылдадым. Екі жақта қалып қалдым. Солай күндер жалғаса берді. Мен ішімнен қынжылып жүрдім. Бір күні менің конкурсым етін видео түсіруге далаға шыққанбыз. Видео түсіріп жатқанда Дархан екеуміз қатты ұрсып қалдық. Болмайтын бір затқа. Дала салқын, жел соғып тұрған. Бәріміз жаурап видео түсіріп тұрмыз. Ешкімнің настроениесі жоқ. Менің ең соңғы кадрым қалған етін. Ол кадрда шашым алдыма түсіп, бетімді жауып қалған болатын. Мен Дарханға қайттан бір рет түсірейік дедім. Ол жоқ, болды үйге кіреміз деді.
Мен жынданып, сіздің видеоңызға да жаурағанымды білдірмей, үндемей түсіп беремін ғой. Неге менің конкурсымның видеосын қалай болса солай немқұрайлы түсіріп жатырмыз, деп жынданып, достарының көзінше қатты айтып қойдым. Бір жағынан бәрі менің конкурсымды асығып күтіп отқан етін. Ол жынданып, бәріміз үйге кіреміз, ешқандай видео түсірмейміз деді. Мен де жынданып кеткем. Конкурсымның видеосы дайын емес, сағат 7-де басталуы керек болатын. Ол кезде 5 па 6 ма есімде жоқ, шамалы сондай уақыт болып қалған еді. Лифтта тағы ұрыстық. Неге достарының көзінше, не үшін айқайлайсың деп. Мен айтқам, сізге басында жай айттым ғой, түсіре салайық деп, сіз жоқ дегендіктен жынданып кеттім. Ары қарай ұрыс-керіс. Үйге кірдік. Үйде тағы ұрсыстық. Үйге кіргенше ұрсысып кіргенбіз. Уже қатты сөздер кетті. Мен жынданып шығып бара жатқанда, ол неге жоқ дегенін айтты. Менің дұрыс шықпаған кадрым жақсы кадрмен түсірілген етін. Бұлай айтқанда сол кадрды тағы түсіргенбіз. Ол жақсы шыққан етін. Ал біз түсіріп жатқанда жақсы түскен кадрларды да удалить етпей түсіргенбіз. Ішінен жақсысын таңдап алармыз деп. Дархан удалить ете бер, біреуін ғана қоямыз деген болатын. Мен Дархан айтқан соң удалить етіп тастаған шығар деп ойладым. Жаман кадрды қалай саламын деп тұрғам. Көп сөзбай айтқанда жақсы түскен кадр удалить етілмепті. Соның бәрін қосып, жақсылап монтаждап шықты. Ал осы жақсы кадрдың бәрін ұрсып уже мен кететін кезде айтып тұр. Мен уже шешім қабылдап қойған етінмін. Ауыр сөздерден кейін шыдай алмадым. Сонымен өзім ішімнен қанжылып жүргенде, апамның сөзі де есіме түсіп, Дарханның сөздері де жүрегіме қатты тиіп кетіп қалғым келді. Бұл жақта менің минусым білмей жатып сөйлегенім де болды. Өзім білмей жатып сөйлегендерді ұнатпайтынмын. Ол кісіде бар деп айтпаған. Сонымен не керек, қатты ренжіп тұрмын. Киімдерімді жинап далаға шығып кеткенмін. Бүкіл заттарымен далада тұрдым. Бұлай қарасақ болмайтын видео үшін алысқа дейін кетіп қалғанбыз. Түсіністік болмады арамызда. Ол кісі сразу жақсы түсірілген кадрдың барын айтқанда мұндай болмас еді. Менде неге жоқ деп айтқанын сұрай салуым керек еді. Білмедім ғой кадрдың барын. Шайтан азғырып тұр ғой, үлкен ұрыс болып жатыр, жаман ойға тартып баратыр. Екі жақтан да үлкен қате кетті. Екі жақтікі де дұрыс болмады. Дарханға Манхэттенге апарып тастаңыз дедім. Қатты шулымын, ауыр сөздерді жүрегім тесіп барады. Шыдатқызбай. Соның алдында тастап кетті. Күн суық, заттарым да көп. Шыңғырып жылап тұрмын. Бәрінен шаршадым деп айқайлап отырып қалдым. Көмектесетін ешкім жоқ. Айлары ғана болады. Бірақ үйіндегілеріне не бетімді айтарымды білмедім. Баруға қатты ұялдым. Азекемен араласатынмын. Айтпақшы далада біраз тұрдым. Қатты жаурап қалғанмын. Аяқ қолдарым сезбей қалған. Жылап Азекеге звондаған болатын. Ол не болып қалды? Неге жылап тұрсың? Қайдасың? Айта ғой деп уайымдап кетті. Амал жоқ. Басқа досым жоқ. Үсіп қалғанмын. Қатты ұялып тұрдым. Айтқым келмей айтпай-ақ қояйын деп телефонды өшіріп тастадым. Ол қайттан звондап, не болды? Айтса енді деп сұрап тұрған. Мен барар жерім жоқ. Не болса да айтайын. Көп тұрып ауырып қаламын деп шындықты айттым. Дарханмен ұрысып қалдым. Киімдерімді жинап, далада тұрмын. Қайда барарымды білмеймін дедім. Дархан екеуі дос етін. Екеуінің достықтарымды бұзғым келмейді. Менімен сөйлескеніңізді білсе, Дархан сізге ренжиді ғой, мейлі үй табармын дегенмін. Ол қуасың ба, қайда барасың? Түсіндіріп айтамын, бәрін дұрыс.
жігіт үшін жылама, ата-ананың үмітін ойла, саған үміт артып отыр ғой, сенің тек жақсы болғаныңды қалаймын дейтін. Үйдегілермен таныстырдық, сонымен солай қатты араласып кеттік. Мен оған Алматыға барайық дедім, бірге жұмыс жасап, бірге көтерілейік дедім. Алматыға бірге жолға шықтық. 40 мың теңгеміз бар етін, соған мәзбіз. Үйдегілер батасын берді, тілеуімді тілеп отырды. Оқуымды оқып, жұмыс жасап жүрдім, модель болып жұмыс жасайтынмын. Ақшам да көп емес еді. Алматыда өмір сүру өте қиын болды. Үйден алыс өмір сүріп көрмеген етінмін. Бәрі алдымда дайын тұрғанға үйреніп қалғанмын. Қатты сағынатын, көпте таппайтынмын, тамағыма да, киіміме де, жүріс-тұрысыма да жеткізуге тырысатынмын. Үйдегілерден мүлдем ақша сұрамаймын. Кей кезде өздері қарны ашып қалған шығар деп ақша лақтырып жіберетін. Күнде телефонмен сөйлесеміз. Айтатыны, бәрі жақсы ма? Қарның тоқ па? Ақшаң жете ма? Оқуың жақсы ма деп сұрайтын. Мен уайымдамас үшін бәрі жақсы, тамақ істеп жүрміз, оқуымда жақсы дейтін. Жейтініміз доширак пен нан ғана, ішетініміз қара су етін. Даже ақша болмаған күні нан мен қара су ішетініміз. Бәріне жеткізу өте қиын болды. Ондайды көрмегем, үлкен өмірді сезіндім. Біз үшін отбасымыз жұмыс жасап, қалай жеткізетінін түсіндім. Бастысы өте қиын екенін білдім. Өздері жемей, менің аузыма тығатын. Бәрінен шаршап жылап жүрдім. Дарханды да ұмыту қиын болды. Күнде жылап жүрдім. Ешкімге байқатпай. Қайттан қосылғым да келді. Ұрсып қалғанда қосылып кететінбіз. Өзім кешірім сұрап, кішірейе салатынмын. Бірақ осы жолы намысым жібермеді. Сұрай салғым да келіп тұрды. Бірақ бір сөз жүрегімді қарытып жіберген еді. Барлығы көңілде екен ғой. Көңілің қалса, бәрі де қалады екен. Бірақ ешқашан бір адам кінәлі болмайды. Минус екі жақтан да болады. Тағдыр ғой осылай болғанын қалаған шығар. Осылай дұрыс деп шешкен шығар. Қыздарға совет айтқым келіп тұр. Кішкентай болсам да өмірден кішкене түйгенімді айтып кетейін. Ерте үйленбеңіздер, оқуларыңызды оқыңыздар, жұмыс жасаңыздар, мақсат, арман қойыңыздар, соған қадам жасаңыздар. Мен ерте үйленгенді қолдамайтын жандардан боламын. Ерте үйленіп, ажырасып жатқандар көп. Бірақ бәріне топырақ шашпаймын, бақытты отбасылар да бар. Ата-ана алдындағы парызында орындап кеткен дұрыс деп ойлаймын. Сен үшін ақша құртып, оқытып, тоқтқанда қалай тастап кетесің? Қолына дипломды ұстатып, өзін тапқан жемісіңді беріп қуатқанға не жетсін? Бастысы ақша емес қой, өзі жұмыс жасап, ақша таба алатынына қуанады ғой. Солай бар жағдайын жасап, уақытысында тұрмысқа шыққан дұрыс деп ойлаймын. Примерно 22-23 жаста. Бірақ әркім өзі біледі ғой, бұл жай ғана мен ойым. Ал енді Инстаграмға келетін болсақ, менің аккаунтымды удалить етіп тастадық. Бәрі сонымен бітсін дедім. Инста ашпаймын деп жүргенмін. Достарым, ашып неге жүргізбейсің? Бір адам үшін бәрінен бас тартасың ба? Басынан бастасаң кеш емес деді. Инстаграм аштым. Подписчиктерім көбейе бастады. Бәрі бұрынғыдай инста парақшам өсіп келе жатты. Хейтерлер де пайда бола бастады. Жаман жазатын. Солардың сөздеріне қатты жылайтын. Неге бәрі сразу жаман ойлайды? Ауыр сөздер жазуға қалай қолдары барады? Еш нәрсе білмей жатып, өте жаман жазады. Үйдегілер мән берме, өмірде бәрі жақсы бола бермейді, жамандықта қатар жүреді деп жұбатып қоятын. Жүрегім өте әлсіз, тез жылап қаламын. Жүрегіме тез қабылдаймын. Өйткені мені еркелетіп өсірген, ұрмақ түгілі қатты сөйлемеген. Сол ішінде шығар, ауыр сөздерді көтере алмаймын. Ондайды көрмегем, өмірде бәрі болады екен. Бәріне шыдап жүрдім. Бір күні тағы да бір запросты ашып қалсам, 3-4 адам жаман жазып тастапты.
бірге отырып жаздым екен, білмеймін. Сол сөздерден кейін шынымды айтсам, өлгім келді. Бірақ өзімді ұстап қалдым. Отбасым менен үміт күтіп отыр. Есімді жинайын, жастар жаза берсін деп бәріне көндім. Неге адамдар олай жазады, түсінбеймін. Неге жамандық ойлайды? Менің көз жасыма қалып жатыр ғой. Неге күлкі сыйламасқа? Шынымды айтсам, әлі де жылап келе жатырмын. Әлі де ондай хейтерлер бар. Өзімді ұстай алмай қала берем. Жыламайын десем, жүрегім елжіреп, көзімнен өзі жас шығып кете береді. Барынша күліп жүруге тырысамын. Ондай жаман сөздер жазбауларыңызды сұраймын. Маған қатты тиеді. Барынша ұнамасам, өтіп кете салыңыздар. Тек хейтерлерге айтып жатырмын. Жүзіме күлкі сыйлап жүргендерге алғысым шексіз. Сіздерге үлкен бақыт тілеймін. Менде хейтерлер ғана емес, өмірге жақсы көз қараспен қаратқызатын жандарым бар. Яғни екінші отбасым, ол менің подписчиктерім. Қуанышымда да, қайғымда да қасымда. Маған тілеген тілектеріңіз 100 есе өздеріңізге қайтсын. Қатты жақсы көремін. Өздері поддержканы жақсы береді. Тілеген тілектеріңіз періштелердің құлағына шалынсын. Және Дианама рахмет. 24/7 қасымда. Ешқашан көзімнен жасында аққызбаған, тек күлдіртіп, бақытты етіп жүргеніне рахмет ботам. Қалай жақсы көретінді өзі де біледі. Туғанымдай болып кеткен адам. Бұл адамға сөзім жоқ. Барлық мақтау мәртебені Дианаға арнаймын. Көп дос болмасақ та, жанымнан әрдайым табылатын Сымбатқа да рахмет. Аз уақыт ішінде өзіме қатты тартып кеттің. Мен негізі адамдарды қатты тартуым қиын. Көптеген күндерді басымыздан кештік. Барлығымды жақсы көремін. Әрдайым поддержка беріп, жақсы болғанымды қалайды. Жақсы көретінімді өзі де біледі. Бәрін басынан бастауға бел будым. Болды, бәрін ұмыттым. Бәрі бала махаббат екен. Дархансыз қалай өмір сүремін деп ойлайтынмын. Бірақ бәрі өтеді де кетеді екен. Уақыт бәрін ұмыттырып, өзгертеді екен. Уәде еткенде сіздерге Дархан туралы айтып бердім. Енді сұрамауларыңызды өтінемін. Екінші жартысын тауыпты, бақытты болсын. Енді осымен Дарханның әңгімесі бітсін. Ешкімге айтып қоймаңыздар, пәр арамызда қалсын. Менде Құдай қаласа, уақытысы келгенде бақытымды табармын. Осы өміріме ризамын. Аллаға шүкір, менде бәрі бар. Алла қаласа, армандаған армандарыма да жетемін. Жігітіңіз бар ма дейтіндерге жігітім жоқ. Үйдегілер қарсы жігітпен жүруіме. Тек арман мақсаттарымды орындауға тырысып жүрмін. Үлкен мақсат қойдым, соған иншалла жетермін. Барлықтарыңызға 2021 жыл бақыт әкелсін. Армандаған армандарыңызға жетулеріңізге тілектеспін. Барлық жамандықтар 2020-мен артта қалсын. Барлығыңызды шын жүректен жақсы көрем. Милашка туралы, подругаларым туралы неге көп айтпадым? Өйткені бірінші бөлімге сыймас еді. Милашкамен өткен өмірімді екінші бөлімде айтатын боламын. Ол екінші өмірім дейін бе? Өте қызықты өмір осы кезде басталған. Қызықты күндер мен қайғылы күндер өте көп болған. Соның бәрінде бәріміз бір-бірімізге поддержка беріп, бірге болғанбыз. Жарайды, қазір бәрін айтатын болсам 1 сағат кетеді. Сіздер үшін екінші бөлімді дайындап қоямын. 2021 жыл, жаңа жыл, жаңа табыс әкелсін. Соңына дейін мен үшін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, жолыққанша. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Ей қайдағы
ақшақар боласың менің кемпірім, тоңып қалсаң суықта жып-жылы боламын жемпірің. Солай сезімге мас болып қарсы аламыз жаңа жылды. Мына жерге ұйқас таппай қалдым, сондықтан тінтідім. Аппақ қар айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Сиқырлы айнала, билейік жай ғана. Жаңа жылда жаңа сезім бастап көреміз бе? Қалайсың, сұлу, қалайсың? Суық күнде жаныңды жылытар кім бар?